Менің атым Серік. 3 жылдан бері такси жүргіземін. Түнгі ауысынды жақсы көремін. Тыныш, жол бос, адамдар аз. Бір түні сағат 3-тер шамасында вокзал маңынан тапсырыс түсті. Жас жігіт, қолында бір рюкзак қана, шаршаған көрінеді. Артқы орындыққа отырды. Қайда деп сұрадым. Аэропортқа, ұшағым таңғы 5-те. Жолға шықтық. Әдеттегідей радиодан әуен ойнап тұр. Жігіт үндемейді. Мен айнаға қарадым. Ол терезеден сыртқа қарап отыр. Кенет ол сөйледі. Сізге бір қызық нәрсе айтайын ба? Бүгін менің туған күнім, 25 жас. Құттықтаймын дедім мен. Ол күлді. Бірақ мен бүгін өлуім керек еді. Дәрігерлер солай деген. 25 жасқа дейін өмір сүреді деп. Ал мен 25-ке толдым, тірімін. Мен не дерімді білмедім, үнсіз қалдым. Ол жалғастырды. Ауруханада 10 жыл жаттым. Бүгін шықтым. Ешкім күтпеді. Ата-анам жоқ, достарым ұмытқан. Аэропортқа барамын. Бір жаққа ұшып кетемін. Жаңа өмір бастаймын. Мен айнаға қарадым. Оның көздерінде жас бар еді, бірақ күліп тұрды. Аэропортқа